Қазір Ақтау қаласында жария талқылау болғалы жатыр. Бұған республикадан осы атом саласына қатынасты мамандар шақырып отырмыз. Себебі Қазақстан Республикасында атом электростанция салу әңгіме қозғалғаннан бастап ел арасында әртүрлі әңгіме бар. Біреулер оны айтады, керек пайдалы дейді. Екінші бір тарап айтады, бұл зиянды, ол қажет жоқ деп айтады. Сондықтан қазір бұл енді қоғамдық тыңдау емес, бұл жариялық болсын. Осы жалпы атом электростанцияларының қуат көзі қандай энергия пайдаланады, одан кейін қандай өнім аламыз, қандай табиғатқа келетін пайдасы, зияны, адамзатқа қандай пайдасы, зияны бар. Бүгінгі мәселе осы талқыланатын болады. Осы жерде сол бүгін көптеген мамандар келіп отыр, солардың пікірін тыңдай отырып, ары қарай шешім қабылданатын болады. Жалпы бұл жария тыңдау болғаннан кейін бұл ешқандай шешім қабылданбайды. Жалпы халыққа атом энергиясы туралы толық мағлұмат беру негізгі мақсат осы.